Қытай жазуы иероглифтер қайдан шыққан? Энциклопедияны ашсаң, Википедияда Диаго Вен дейді. Диаго Вен деген енді мынау сүйекке тасбақаның сүйегіне жазу ең алдымен содан шыққан дейді. Менің ойымша былай болған. Мен былай түсіндірем да оқушыларыма. Мысалға жорамал жасауда сен білгің келеді, ой, мен ұлым қашан үйленеді, немесе жаңағы қашан қызым тұрмысқа шығады, немесе келесі жыл қалай болады. Енді сұрақтар көп қой, болашақты көргісі, білгісі келетін адамдар көп-ақ. Сондықтан мынау ауылда бір сондай жорамалшы көріпкелі бар. Біреуге барасың, қойыңды алып барасың да, ой, маған нетіп берші. Енді оның несі ғой, енді наны ғой жеп отқан. Айтады, бір қой тоқталып біл, соны көреміз сонда, не болады. Жаңа былай алады да қарайды мына сүйекті, ой, мына күнге. Мына тамыршықтары бар, неше түрлі мынандай бір оюлары бар ғой андай. Мына сүйекті. Содан жорамал жасайды. Мысалы бір образ мейлі. Ос, ал тағы тасбақаның жағы. Тасбақа алып бармайсың ғой мынау жорамалшыға. Солай емес па? Тасбақаңды алып кел. Тасбақаның сүйегіне жасайын дейді жағы. Құмалақ шашу сияқты нәрсе. Мына құмалақ шашу қалай шыққан екен? Құмалақ алып кел. Құмалақ алып кел, сол кезде жағы айтып берем жорамалың деп. Немесе жағы сен алып келесің бір қойың, сол кезде жағы қойдың құмалағын шашама. Мейл құмалақ ол басқа дүние ғой ол. Айтпағым сол, ал Википедияда ұлы деп атырым жағы, ірғара дейді. Ірғараның жауырын сүйегі сол жақта. Ең алғаш сондай бір жазуына себепкер болған дейді. Енді ірғараны алып бармайсың, бір ой, маған бір сиыр алып кел. Немесе жылқы алып кел, мысалы айтып берем болашағың деп. Нетпейтін шығар енді, ой, қымбаттау деп. Не дегенмен үнемият қой, үнемият. Қайда қарасаң да. Міне сондай міне мынау. Ал қандай? Ал міне мысалға қандай алғашқы жазулар қандай болды? Енді әрине ол ең алдымен адам. Міне былай жағы. Былай. Міне мынау енді немесе алдына, немесе артына мынандай қолын салып тұрады ғой енді адамдар. Сол сияқты мынандай адам деген сөз осылай. Кетіп бара жатыр деген. Немесе мынандай адам деп жағы. Міне мынау адам. Міне ағаш, алғаш былай ағашты былай салған дейді. Көрсет әйтеуір. Ал кейінгі жазу мынандай енді мынау. Мына адам. Мына кейінгі жазулар.
мына ағаштың жанында адам болатын болса, дем алу деген сөз. Енді адамда жазды дейік. Мына отты былай жазады. Енді қазіргі заманауи жазу мынандай да. Былай. Енді әрине мынау отқа ұқсайды мынау асың. Мынау ағаш жатқан. Суды былай. Қазіргі жазу мынандай. Ал мен ойлағам мынау мысалға жаңағы бір мынандай мынау не ғой? Қойдың суреті. Ой көп қойын көп болады деп етсе мысалға да мына мынау қаңқасы сияқты мүйізі бар міне. Ал мен ойлағамда мысалға адам деп айтайық та. Жаңа сүйекті алып үстеме жағаға бір анау Википедия қарасаң кәдімгідей мынандай бір мал қора деп мал қора. Бұлар қақпаны бүйтіп жазады екен, қақпа. Мысалға жаңағы неғылдейді. Енді осындай жазулар. Қазіргі ойым айтайын деген ойымда Диагувен мынау тасбақаның сүйегіне тасбақаны алып келіп сый ретінде көріпкелге берді ме берген жоқ па деген әңгіме да. Мысалға сен тасбақа жегіш көріпкелсің ба, жоқ әлде қой жегіш. Қойдың еті тәттілеу емес пе, қойдан шыққан ау деймін. Ірі қара дейтін енді, ірі қара енді шілеген қымбаттау сияқты. Бір болашағын білу үшін ірі қара беру, ол болашаққа барып, сол араласып келу жаңағы, реттеп келу сияқты болып кетеді ғой енді шілей қымбат. Сондықтан тасбақаны және ірі қара малды былай алып тастау керек та. Негізінен мынау майда мал, ешкі, қой, соның жаңағы мынандай жауырыннан шыққан жазу. Күнге былай қарасаң, қан тамыршықтары, содан кейін үстеме жаңа қосып жібересің да, кішкене былай. Үстеме жазып жібересің. Оңай емес мынаны. Міне үстеме жазып. Оңай емес. Сүйектің үстіне жазу. Сол кезде жаңа көрсету керек қой анау тапсырма берген адамға. Мынандай, мына қарамайсың ба анау күнге былай қарап көрсететін. Мына сен кетіп бара жатсың. Алтыңда үлкен су бар. Содан кейін содан өтесің. Сен ар жағында бір көп малы бар, ауыл бар. Соған келесің, содан сөйтіп әңгімелейтін шығар деймін да. Сол кезде жаңағы мына суреттерін мынаның үстіне қырып, да үстеме жазу керек қой мынау сондай деп. Сол кезде адам сенеді. Соны мынау көріпкел өзі де жаңағы жазып алу керек қой өзіне түсінікті болатындай.
мына ертең адам келеді, осылай түсіндірем деп алдын ала. Немесе ол шынымен де көріп келе бар адам. Мына сүйегін жаттап алатын. Мысалы, сүйекті де жаттап аласың ғой, мынау кеше үлкен бір ірі мал алып келіп еді, жаңағы үлкен дәу қошқар. Оның жаңағы несі жауатын үлкен мынандай. Кеше лақ алып келіп еді, оның кішкентай. Сол жағынан. Бірақ анау мазмұнын осы жерге жазу керек қой, мына жерге. Сөйтіп мынау көне түркі жазу қалай шыққан? Енді көне түркі қазір мынандай теория бар, орхон жазулары, енді ол әлі берігірек болып келеді. Түркілердің тарихы әрі кетеді дейді, әрі. Анау Шумер, мынау Месопотамия жақтан келді деп, сондай бір әңгімелер жүр. Енді ол жағын енді мен тарихшы емеспін. Мен тек қана жаңағы мынау Қытай тілінен сабақ беріп жүрмін, сондықтан Қытай жазу тарихын осылай түсіндірем, осындай қойдым. Қойдың жаңағы ешкінің сүйектерінен жорамал жасап сөйтіп шыққан жазу деп. Осылай.